сығырайған көзін ғана қалдырып, бетінің басқа жерін қолдан жаралған қоймалжыңмен айғыздап, басына шаңырақтай етіп үйіп орамал байлап, тақта үстіне шалқасынан түсіп қыбырсыз жатыр. Үй іші құлақ қарған танадай тым-тырыс, мезгіл түс ауғанын білдіріп, терезеден қиялай сығырлаған күн сәулесі бөлменің бір жақ шетін қиып алып ерекше жарқыратып жіберген. Бір бүйірден келесі бөлмеге өтетін есік аузы үңірейіп көрініп тұр. Онда осы үйдің маңдайына біткен жалғызы Олжас 7-ші орыс класының шәкірті сабақ қараудан жалықты ма, әлден уақытта гитарасын дыңғырлатып ән айтуға кірісті. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация пластика. Олжас кішкентайынан мектеп хорына қатысып жүр. Онда ол неше түрлі ән айтады. Ал үйде өзінше Высоцкийге ұқсаған болып, өңешін жыртып, соның әндерін қайталап жатады. Гитара дыңғыр-дыңғыр. Шамалы айтып қоятын шығар деп еді, үдетіп барады. Шыдамы таусылған Зейнеп айқай салды. Әй болды, жетер, басынды қатырып жібердің. Гитара дыңғыры басылып, Олжас есіктен басын шығарды. Қабағын түйіп алған, тілін шалыстыра, мұрнымен сөйлеп мыңқ-мыңқ етеді. Лишь бы войны не было, товарищи. Зейнеп баласының қылығына еріксіз күліп жібергені, бірақ күлгені қызық болды. Масқа салған, бет аузы бүрісіп тұрысты. Көз орындағы сызаттан ажарындағы жанары түймедей жылтырап әрең көрінді. Шешесінің көңілденгеніне Олжас та өзінше мәз. Қой балам, мұндайды айтпа, деді Зейнеп. Жастықтан басын көтеріп отырды. Айтса несі бар? Жұрттың бәрі айтады. Әкем де, әкемнің достары Нарбай, Сертай, Айдар ағаларды айтады. Олар айтса, үйдің ішінен арыға шығармай айтады. Мен де үйдің ішінен арғарай шықпай айтып тұрмын ғой. Қайдан білейін, сыртта мұндай сөзден байқасып, абай бол, жұрт аузынан дейтіндар бар. Баласын білмейсің, ондайлар естісе жас кәрі демейді, кімде болса аямайды. Жарайды онда, тәуірін айтайын. Совет жастарының қазіргі ұрпағы коммунизм кезінде өмір сүретін болады. Соның бірі мына менмін. Пай-пой, әкең де жоқ, шешең де жоқ, қылжақ басақты қайдан алғансың ау балам? Қожанасыр алды әрділдер көсеме, менің 77-ші атам болу мүмкін. Қожанасырыңды алдар көсеңді білмеймін, олар тым әрідегі адамдар. Сен туғанда аузыңа түкіріп атыңды қойған Нарбай ағаң еді. Оның да қайда отырмасын аузынан анекдот түспейтіні. Жоқ, Нарбай ағам 12 баптан тұратын коммунизм құрылысшысының кодексін үйретеді. Тух, балам, саған ешқандай дауа жоқ екен. Амам, немене? Тағы не айтпағың бар? Білсем деп едім, нені? Оқуға институт қиын ба, әлде мектеп қиын ба? Кірпігін болар болмас қана жыбырлатып, көзін сығырайта ашқан Зейнеп анадай орындық жанында тұрған ұлына сынғағандай болып зер сала қарады. Осы өзі 4 қабақтанып кімге ұқсаған? Өзіңше, қалай ойлайсың? Меніңше мектеп қиын. Біліп қой балам, оқу деген неғұрлым жоғарлаған сайын, соғұрлым қиындай береді. Олжастың күткенде осы жауап болса керек. Я сағанай, сен ғой мама, сырттай оқисың, не кітап қарағаныңды, не қағаз жазғаныңды көрмеймін. Барасың да келесің, сабақтың бәрін жақсыға тапырып, келесі курсқа өттім деп келесің. Ендеше әрине, институтта оқу жеңіл, ал мектепте кодекс жаттайсың, генсектің өмір баянын ежектейсің. Зейнептің кілегей жағылған әлеміш беті безірейіп, маска сызығынан сығалаған жанары ызғарлы ұшқын шашып шоқтана қалды. Сен бала, өзіңе қатысты емес шаруаға араласпа, білдің бе? Мен аңдуға әкең де бар. Ой, мам, анасынан мұндай ызбар күтпеген Олжас сасып қалды. Жә, жетер енді осы діл марлағаның. Шешесі ұлы арасында тағы да қандай әңгіме боларын кім білсін. Әйтеуір тап осы кезде босаға жақтағы 3 аяқты араб орындығының үстінде мелшиіп тұрған қызыл телефон кенет қатты шырылдап қоя бергені. Зейнеп тақта үстінен жеңіл сырғып түсті де былқ-сылқ басып барып тұтқаны еріне көтерді. Алло, деді де қуанғаннан күлгені болар. Кілегей жағылған бет аузы тырса-пырса дірілдеп қозғалақтап кетті. Дауысы да көңілдене сыңғырлай шықты.
Есімханбысың ей? Қайдан жүрсің? Көктен түскендей болып. Ұлынан қаймыққаны ма, тұтқаға жабысқан күйі мойнын бұрып көзімен олжассыз деп еді, таппады. Бөлмесінің есігі тарс жабық тұр. Зейнеп сонда да сақтық жасап, микрофонға ернін тигізер-тигізбестей етіп бұрына сөйледі. Шынданған шығарсың, ойпырмай, осы сенің таскенедей жабысқан мінезің-ай. Бір қадалсаң, өлсең айырылмайсың. Қойшей, ақтан өзі шақыртты деймісің? Онысы қызық екен. Сықылықтай күлді. Жарайды, болса да келіп қалыпсың, қонақ үйге бар. Жападан жалғыз шошайып, жатарға барарсың. Әлде немере ағаң Қасымхандікіне түнетесің бе? Давай онда, біздікіне кел. Ол ағаңның жарты өмірі Мартин мен конвертер пештерінің отын көсеумен өтіп жатқанын білмеуші ме едің? Зейнеп тұтқаны ұясына қондырып, сәл ойлана кідірген. Сосын ұлының бөлмесі жағына қарап, мейірлене дауыстады. Олжасжан. Есік ашылып, екі беті бұл түйіп, өкпесі әлі қайтпаған ұлы көрінді. Не болды? Жайшама? Үй жинастыршы күнім. Сабақ пысықтап жатырмын. Өлең мен қалжыңды азайтсаң ғой. Кейін пысықтарсың. Қазір үйге қонақ келеді. Ол кім, мама? Қандай жақынымыз? Мен білемін бе? Ол ма? Ол осы үйдің досы. Ұлым. Олжас басқа сөзге келген жоқ. Дәліз жақтан шаңсорғыш әкеліп, дереу іске қоса бастады. Аяқ астында үйге қонақ келерін кім ойлаған? Бетіне қалың жағылған кілегейді алып тастау оңайға түспеді. Біресе дәкемен, біресе мақтамен сүртіп, әтір суымен тазалап жуып, айналдында біраз бөгілген. Айнадағы өз келбетіне әбден кемеліне жетіп толықсыған кердің келіншектің әр қимылына бір сәт сынай қарады. Қарады да өз көркіне өзі сүйсінді. Әлі де қыздай екен мынау. Желікпе ойдан кеудесі ісініп бетіне лығып қан жүгіргенін сезді. Сосын да ғой, Есімхан байғұстың менен бір жола қара үзіп кетпей, айналшықтап қимай жүргені. Өмірдің шытырық жұмбақ сырларының түбіне кім жеткен? Бір кездері ұнатпағаныңды кейін ұнатасың, жақсы көргеніңнен жейсің, және ешқандай күштеусіз өз еркіңмен. Әйтеуір ұшатын көбелек қанатындай құбылып тұрған бір дүние. Тұрақтап қалар баянды ештеңе жоқ. Әйтпесе, мұның жары ақан емес, осы Есімхан болатына реті бар. Олай болмады, өмір өз дегенде көндірген. Шіркін уақыт-ай, сен үшін бай да кедей де жоқ. Мынау жақсы, ал мынау жаман деп те ешкімге еш нәрсеге мойын бұрып жалпақтап бір қарамайсың. Өзіңнің белгілі әуеніңмен сынаптай сырғып, алға қарай жылжи бересің, тарта бересің. Оған да міне бақандай 13 жылдың жүзі болыпты. Әйтеуір бір шүкірлігі тәуекел деп ақанның етегінен ұстап көз жұмбағанынан Зейнеп ұтылмаған сияқты. Ақтан қазір бүкіл қазақ металлургінің алды. Атағына табысына атағы сай келіп тұр. Зейнептің жеген алдында, жемеген артында. Қолын жылы суға малып қойып, молшылық тұрмыстың бал дәуренін емін еркін белден кешіп жүр. Зауыттың бірде қосымша бөлшектер сақтайтын қоймасында, енді бірде химия лабораториясында тиіп қашып жұмыс істеуші еді. Ондай кіргәсіпті тастады. Ешия тұрмыс түзеле келе оқу соңына түскендей сыңайы бар. Оқу дегенде жанығып кітап қарап, көз майын тауысып жүрген. Бұл да жоқ. Күйеуінің беделі, қалың қалтасы, оған қоса табиғат берген өзінің оңды келбеті, қиналтпай-ақ кешкі мектепті бітірткен. Институтта да жан қиналтпай курстан курсқа көшіріп жүр. Бала бәле деп кім айтса да дұрыс айтқан. Жаңағы Олжастың сөзін көмейіңнен институтта оқу жеңіл шығар деп тұрғаны өз шешесін кекеткені кетпеген ай. Атағы мен беделіне қызығып деген күйеуі осындай болғанда, бой жетіп қыз санатына қосылған кезде алғашқы махаббат сезімін оятқан, өліп өшіп құлап түспесе де бүйірін бұрғызған адамы Есімханнан бір жолата көз жазып қалғандайтын. Онымен Алматыға оқуға түсуге барған жолы кездесе кетті.
Мәссаған, өлді деген батырың өгіз мініп келеді. Қатардағы көп қара жаяудың бір емес, дардай ғылым кандидаты болып алған. Университетте биологиядан сабақ береді. Келбетті, сол баяғы шыр бітпеген қалпы, қушық жаурын, шибық, бет аузы шүңкиген, шөкімдей бір уыс. Соған қарамастан еріндері қалың, дүрдектеу, баяғысынша шаңырақтай қара көзілдіргін бір тастамайды екен. Әуелгі бетте бір-бірін тосырқағанда еді, олары көз алдамшық болып шықты. Өйткені бұл оған бірінші болып жымиып, бірінші болып үйлендің бе деп ойнақлана тіл қатып еді. Жоқ деп ол да лып ете қалды, тез сымдай иіліп. Неге деп сұрады бұл ойнақлана түсіп. Бір рет алданған адам екінші рет алдануға асыға қоймайды, деді Есімхан. Аузы күйген үрлеп ішеді деуін десе де, ұялдыма, Зейнеп өрттей болып қызарып кетті. Іштей жігіт өкпелейді. Енді көрместей болып теріс айналатын шығар деп еді, бірақ Есімхан ондай асаулық танытпады. Сүріну айып емес, ол қайта кісіні айлакер, сақ болуға үйретеді, деді жымиып. Сонымен не керек? Майлы қасықтай жалпылдап жүріп, Зейнептің оқуға түсіп кетуіне көп көмегін тигізді. Кейін сессиялар тұсында да, мұның сынақтардан да қиналмай өту жолын қарастырып, аянбай жан салып бағатын болды. Бұл оқуда жүрген кезінде кейде жол түсіп, кейде бірер күн әдейілеп уақыт тауып, ақтан келіншегінің артынан келіп кетіп тұратын. Ондайда үшеуі Алатаудың көрікті жерлеріне серуенге бірге шығып, оның арасында ресторандатып дегендей, қазақтың таусылмайтын шыжмыжының арқасында өзара жақын сырлас, дос болысып кеткендей де еді. Ақтан қашаннан кеңпейіл, жолындағысын кеуелдей жарып жүретін тура мінезді адам. Зейнеп пен Есімханның арасында ертеректе жастықта тән өшпеші желік болғанын білсе де білмегенсіп, қызғанышы барын еш сездірмейтін. Қайта Есімханды жасы кіші інім деп бауырға тартып, өзіне тым жақындатып жібергенде еді. Сөйтіп бұлар, былайғы сырт көзге араласатын ешбір кір шалмаған, бет шіркеулеріне көлеңке түспеген, өзара ынтымағы жарасқан аға мен іні, қайны мен жеңге сияқты болып көрінуші еді. Көрпе астында кілегейлі жарты сағаттай болған. Көз ілінер емес, қалың перде тұтылған терезе сырты Алматының басты даңғылы, такси, автобус, троллейбус. Ал мына жағында Пастер көшесі бойынан трамвай бірінен соң бірі дыбыстап, сартылдап, дырылдап, бір дауыс айқын, енді бір дауыс құлағына құмыға жетіп, түйдектелген мазасыздық сарын бір толасар түрі жоқ. Үйленген ың-жыңы ғой, ендігі ұйықтап та қалар меді. Жаңа ғана телефон соққан біреу, еркек керек пе? Ұлтын жасын айтсаңыз болды, деп қалғып жатқан шайтандарын оятып желіктіріп жібергені. Содан денесі ысып, кіндігінен төмен тұсы қатты қызып, өзін-өзі мазасы кете бастағаны. Неге екені белгісіз, мана күндіз Есімханның қасынан көрген ұзын бойлы сары жігіт көзіне елестей бергені, ұзын болғанда да тым арықтау, сосында көзге ұзын сияқты көрінеді. Әсіресе бас бітісі есіне қатты қалып қойыпты. Ат жақтылау сопақша беті шекелікке жетер жерінен әрі қарай бас сүйегінің орнына орыстың гаршогын кигізіп қойғандай. Өзі елден ала бөтенденіп насыбай атады екен. Салфетка қиындысына ораған екен, таблетка дәрінің үлкендігіндей біреуін лып дегізіп еріннің астына қыстыра салды да. Ағырпек деп өзін таныстырып, бұған қол созған. Саусақтары салалы, бірақ етсіз шиді екен. Мұның алақанын тарамысша орап, қатты қысып жібергені. Тесіле мөлдіреген шегір көзі мұның үстіндегі бар киімін шашып жібергендей болды. Зейнеп өзін осы сәт Ағырбек алдында тыржалаңаш тұрғандай сезінді. О, бәрекелді, біздің жақтың қыздары міне осындай болса керекті, деді Ағырбек, мұның көзінен көз алмай қадалған күйі тамсанып. Жігіт тамсанғанда қазір аузына жиналған сілекейін түкірер деп ойлаған, өйтпеді. Еріне салған насыбайды жеп қойғандай, сөйлегенде сөзіне де бұзбай айтып, түк сездірген жоқ. Сырбазын-ай, деді Зейнеп, іштей сүйсініп.
Өзі де қарап қалмады. Біздің жақтың дегеніңізге қарағанда жерлес болдық қой сірә. Иә, мен де Нұрлы бойында, Гарсок деген жердемін. Астанадан жерлесім табылғанына қуаныштымын, бірақ қыз деп мені тым жасартып жібердіңіз білем. 30-дің ожақ бұжағында келдіңіз, қасында қыз дегенің немене? Мұрынның боғын сүрте алмай жүрген біреу емес пе? Нанбасаңыз, биолог ғалым Есімхан айтсын. Не айтатыны бар? Не нәрсенің де өнетін, өсетін, жетілетін, кемелденетін, ескіретін, тозатын, өлетін кезеңдері болады. Сен Зейнеп, әйел жынысы ретінде әбден жетіліп, кемелденген шағыңдасың. Оның үстіне әр нәрсенің де табиғат тарапынан оған өмірге деген күш, қуат, құмарлық пен құштарлық сыйын ерекше мол өлшетіп берген асылдары болады. Сіз әйел жынысының ішінде сондай асылсыз, деді Ақүрпек. Үсті басы жермай сасыған жұмысшылар сіздей перизаттың қадірін қайдан білсін? Оларға жұмыстан кейін топтанып арақ ішіп, үйге келіп, келесі ауысым кезегіне дейін естен танып қорылдап ұйықтаса болды ғой. Әй, қой, байқа, деді Есімхан досына ескерту жасап. Зейнеп үстіндегі ағамыз атақты металлург, қалалық советтің депутаты, мемлекеттік сыйлыққа да бұйырса сенен бұрын алып қалуы мүмкін. Заманы еркелетіп, жұмысшыдан шыққан ақсүйек. Сен байқап сөйле, Зейнептің жары сондай асыл адам. Сізде өндіріс озатсыз ба? Деп Зейнеп жаңа танысқанның жүзінен көзін әкете алмай алабұртты. Жоқ, мен жай академияда фольклор зерттеймін, деді Ақүрпек. Сізде ғалым екенсіз ғой. Я әзірше кішкентайлаумын. Ендеше тезірек үлкені болыңыз. Орынды сөзге үшеуі де бірдей қосылып, жарыса күлгені. Көзіне сопақ басты, горшок тәрізденген Ақүрпек тағы елестеді. Шегір көзінде бір жұмбақ сиқыр бар. Қасыма келіп алғаш көргендегідей тесіле қараса, құмарлыққа толы отты жанарымен үстімдегі көрпені ұшырып түсірер ме еді? Ар жағында мен іш киімсіз жататын әдетім, жалаңашпын, қоя тұтыш деп ерте айта алмаймын ба? Бар денесімен тоғырғандай қатты тітіркеніп кетті. Қызып мазасын алып жатқан борбайы арасында тап бір содан жаны жай табатындай қолын сұғып жіберіп, тас қылып қысып алды. Біреу ақырын-ақырын тықылдатып есік қағып тұр. Есімхан екен. Аты жөні жоқ, бұлғай жүрсің, деді бұл даусы әлдене дірілдеп қалып. Сағатқа қарамағанбысың, түнгі 12 ғой. Сағындым сені, сағынып кеттім. Есік ашарда Зейнеп жалаңаш иығына жеңіл халат іле салған еді, түймеленбеген. Алды ашық халатпен бар тәні жарқырай көрініп тұрды. Онысын өзі аңғармады ма, әлде құмарлық шақырсын деп әдейі сүйтті ме, қалай болғанда да Есімхан артық сөз айтпастан Зейнепті кереу түсіне құлата салып, екі сан екі ердің арасына бар құшырымен қона кетті. Қандай зорсың, деді құмарлығы бірден басына шапқан Зейнеп ышқынып қалып. Жігіт иығын қанын шығарта қарши тістеп алды. Апай-топай аяқталғасын, олар еш жинағандай демдерін басып, біраз үнсіз қалды. Сағындым дедің бе? Деді Зейнеп бірінші болып тілге келіп. Араларында тап бір түк болмағандай жайбарақат сұрай салды. Сенде ақтан менің жақын достарымсыңдар. Сағынған досты көру үшін уақыттың ерте-кеші болмайды. Ендіше басылды ма? Жоқ, саған деген ынтызарым жаңа ғана өршіп артып келді. Жарайды. Енді өтіріңе сенейін. Тек соны айту үшін келдің бе? Ол қазір 7 түннің ішінде. Жоқ, саған сақтаған жақсы жаңалығым бар. Айт, докторлығыма тақырып етіп, зауда қоңызын алғып едім. Дәлірек айтсам, орталық Қазақстан аймағында зауда қоңыздарының тірлігі. Шалқасынан жатқан Зейнеп өз төсін өз сипалады. О тоба, қоңыздан басқа жәндік құрып қалған ба жер бетінде? Құртағандай қоңызда тани білген кісіге талай терең сыр жатыр, деді Есімхан желпіне түсіп. Ол дегеніңіз ғылыми атақ, машина, бедел. Зейнеп сиқырлана күлді. Соның бәрі құртақандай қоңыз арқылы келеді ме? Әлбетте, қоңыздың 140 тұқымдасқа бөлінетін 300 түрі болады. Бірақ қоңыздар біздің елімізде
Оның ішінде Қазақстанда аз зерттелген. Ал қоңыз дегенің шаруашылыққа зиянды насекомдар қатарына жатады. Бала кезінде қоңыз көрсем, сасығы жұғады деп, ол жерден айнала қашушы едім, зәрем ұшып. Енді бұдан былай зерттейтін боламыз. Зерттей бересің, онда менің шаруам қанша? Шаруаң сол. Екеуміз зерттейміз. Қоңыз дегенің биология ғылымындағы тың тақырып. Ол саған да маған да жетеді. Әрине, сен әуел диплом жұмыстан бастайсың. Амандық болса, алдағы жас сендер жаққа, елге шықпақпын, қоңыз термекпін. Сол кезде сен маған ассистенттік қызмет көрсетесің. Не дейсің? Түсінбедім. Зейнеп ұқса да ұқпаған болды. Түсінбейтін несі бар, деді Есімхан. Мен сенің дипломдық жұмысыңа жетекші болып бекітілдім. Демек сен маған тікелей бағынышты шәкіртімсің. Енді түсіндің бе? Зейнеп, бұлаң менің тегін емесің. Соңында ауыр салмақ жатқанын сезіп шынақ сасайын деді. Мен зауза қоңызынан диплом жазамын ба? Я, тура зауза қоңызынан. Ендеше Зейнеп кенет ойнақлана қалды. Көңілім көбелекке көбірек ауып жүруші едім. Әркімнен бір қалған көбелекті айтып қайтесің. Алтын шыққан жердік белден қаз деген. Дәл қазір сен және мен жәндіктер үшін ішінде қоңыздан тиімдісі жоқ. Сөйтіп қоңыз теретін болдық десейші, деді Зейнеп жеңіліммен. Тереміз, Зейнепжан, тереміз. Мысалы бар ғой, менің бақытым көзіме тұп-тура қоңыз болып елестейді. Ал бақыт дегеніңіз ол бір қашаған ат сияқты. Қуып жүріп алмасаң ұстатпайды. Жарайды, теретіміз қоңыз болса, ол ешқайда қашпаш. Ағаштың жарығынан да, тастың қуысынан да уыс-уыс ұстап алармыз, траңдатып, именно траңдатып па? Міне бұлай, деп Зейнептің тізесіне жатқан ақ жамылғыны бір шетке қарай серпіп жіберіп, сол сәтте құмары қайта қозған ләззатшыл ыстық әйелдің үстіне атқа қонғандай сарт етіп тағы қонды. О, боже! Зейнеп қос аяғын қос аяқша сермелеп, ши борбайыңа қарап, қауқарсыз шығарсын деп жүруші едім. Ши борбайдың арасындағы ше? Бар маңызың сонда екен. О, тағы, аяма, өлтір. Екеуі де соқыр сезім ләззат майданын қатты сағынып қалған екен. Ауға демалып алып, ойнас қызығын таң атқанша жалғастырумен болды. Есімхан таңертең кетерінде өрекпіген көңілім басылды. Сағынышымды суардым, бірақ құмарлығым әлі қанған жоқ, деп Зейнептің кіндіктен төмен топтайтын бір жерінен шөп еткізіп сүйіп алды. Жалт бұрылды да нық адымдап бөлмеден шығып кетті. Сол екі ортада қан тамырлағы тойымсыз шайтандар қайта қозғандай денесі бір сый бастап, Зейнеп, құмарымды қоздырма дегісі келіп еді, айтып үлгермей қалды. Бас жағында жатқан құс жастықты жұлып алып, пергіштеп жіберді де бауырына ала етпеттеп жата кетті. Мен оңбаған шығармын. Біреуге жалбыр болып, бала сүйіп отырсам да, бұл ойдан тез суыды. Адалсымақ ақылсыз қатын бір сыбағамен аузы ыржиып, ауға жармай жүреді. Жол тапқан ақылды қатын кем дегенде екі сыбағалы болады, дегенде естуші едім. Мен әлде солай болдым ба? Көз алдында басының төбесі орыстың гаршогын ақсаған алғырпек елестеп кетті, жымиды. Ол мені іздер ме екен? Арада бір жет өткенде Есімханның арқасында сессиясын еш қиындықсыз ойдағыдай тәмамдап, ел жағына Құршекең қайдасың деп аттанып кетіп еді. Көрші бөлмеден саңшоғыштың бір қалыпты ызыңы тұншыға естіліп тұр. Бұл бетін кілегейден тазартып болғанша, ұлы да біраз шаруа тындырып тастаған еді. Айналайын мен дейміз, іске келгенде әкесіне тартқан ба, қолыны ептісі бар деп сүйіп қойды. Тез киімін ауыстырып, қол сөмкесін ұстап, үйден шығып кетті.